Гипертонияны емдеу туралы мені қатты алаңдататын бір нәрсе бар. Бүгін соны ашық айтқым келеді. Біріншіден, адамдарға қан қысымы туралы жиі дұрыс ақпарат берілмейді. Соның салдарынан олар кейде өзін орынсыз гипертоникпін деп санайды және қажетсіз қан қысымын түсіретін дәрілерді қабылдайды. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Алдымен, неге таңертең ұйқыдан тұрған бойда қысымды өлшеу дұрыс емес екенін түсіндірейік. Мысалы, қабылдауыма бір адам келеді. Ол қан қысымына қарсы бірнеше дәрі қабылдап жүр. Кейде тіпті бір дәрінің ішінде 2-3 белсенді зат болады. Бірақ түсіну керек бір нәрсе бар. Дәрілер жанама әсер беріп қана қоймай, кейде бір-бірін одан сайын күшейтіп жібереді. Нәтижесінде еш себепсіз арқасы, буындары, бұлшық еттері ауыра бастағанына таң қалады. Тіпті бүкіл денесінде ауырсыну болуы мүмкін, немесе артрит белгілері пайда болады. Бірақ анализдері қалыпты, яғни ресми түрде артрит жоқ, ал симптомдары бар. Мұндай жағдайда бұл аурудың емес, қабылдап жүрген дәрілердің жанама әсері болуы мүмкін. Сіздің қан қысымыңыз қандай? Неге мұндай күшті дәрілер қабылдап жүрсіз? Қысымды қай уақытта өлшейсіз деп сұрасаң, көбіне әрине таңертең ұйқыдан тұрған соң өлшеймін. Сол кезде қан қысымым 140-150 болады. Соған қарап дәрі ішемін деп жауап береді. Ең алдымен 140-150 деңгейіндегі қысым, егер сізде желке тұсында ауырлық, бас ауруы болмаса, бірден күшті дәрілер қабылдауға себеп емес. Негізі таңертең қан қысымын өлшеу сіздің жағдайыңыз туралы қате түсінік береді. Себебі таңертең ұйқыдан кейін көп адамдарда қан қысымы жоғарырақ болады. Және бұл қалыпты жағдай. Бұл кәдімгі физиологиялық процесс. Енді осыны толығырақ қарастырайық. Таңертең қысымның аздап жоғарылауы ұйқы кезінде ағзада жүретін биологиялық процестермен байланысты. Ұйқы кезінде дене демалады, жүрек соғу жиілігі азаяды. Зат алмасу процестері баяулайды. Тамырлардағы қан қысымы мен пульс төмендейді. Ал адам таңертең оянғанда ағза ұйқы режимінен белсенді күйге өтеді. Осы кезде зат алмасу жылдамдайды. Адреналин, кортизол сияқты стресс гормондары көбірек бөлінеді. Жүрек жұмысы белсенеді. Соның нәтижесінде артериялық қысым орта есеппен 15-21-лікке көтеріледі. Кейін 1-2 сағат ішінде қысым күндізгі қалыпты деңгейіне келеді. Сондықтан, құрметті достар, өзіңізге қате түрде гипертония диагнозын қойып алмау үшін қысымды ұйқыдан тұрған бойда өлшемеңіз. Ағзаға қалыпты жұмыс режиміне оралуға уақыт беріңіз. Мысалы, үй шаруасымен айналысыңыз, жүріп тұрыңыз, мүмкін болса серуендеп келіңіз. Содан кейін ғана 1-2 сағат өткен соң өзіңізге ыңғайлы уақытта қан қысымын өлшеңіз. Сіздердің кейбіреулеріңіз, дәрігер, сонда таңертең қысымды мүлде өлшеуге болмай ма деп сұрайсыздар. Егер қатты өлшегіңіз келсе, әрине таңертең де өлшеуге болады. Тек есте сақтаңыз, ұйқыдан тұрған бойда қысым әдетте 10-21-лікке жоғары болады. Сондықтан оны ойша алып тастау керек. Ал енді таңертеңгі қысым туралы тағы бір жиі айтылатын мына мәселе бар. Кейбіреулер үшін бұл өте тиімді тақырып. Дәрігер, инсульт ше? Таңертеңгі жоғары қысым инсульт қаупін арттырады дейді ғой. Жоғары қысымнан инсульт болуы мүмкін бе деп сұрайды. Негізі инсульт тек таңертең ғана емес, күндіз де болуы мүмкін. Тіпті кейде қалыпты немесе төмен қан қысымы кезінде де инсульт орын алуы ықтимал. Себебі инсульт тек қана жоғары қан қысымынан болмайды. Оған жүрек аурулары, әсіресе жүрекше фибрилляциясы, қант диабеті, холестериннің жоғары болуы, темекі шегу, артық салмақ, қозғалыстың аздығы және қан ұю жүйесінің бұзылыстары да әсер етеді. Егер нақты жоғары қысымның салдарынан инсульт болса, онда қысым шынымен өте жоғары деңгейге жетуі керек. Мысалы, 180, 190 немесе 200-ден жоғары. Бірақ көп жағдайда инсульт кезінде өлшенген жоғары қан қысымы оның себебі емес, керісінше, инсульттың өзі тудырған ағзаның стресс реакциясы болып келеді. Бұл кезде адреналин бөлініп, жүрек соғысы жиілеп, қан қысымы уақытша көтеріледі.
Қалыпты немесе орташа қан қысымы кезінде болатын инсульт көбіне тамырдың тромбпен бітелуінен, жүрек ауруларынан немесе атеросклероздан болады. Мұнда қан қысымы негізгі себеп емес. Келесі айтатын мәселе. Барлық адамдардың қысымы ғарышкердегідей 120-80 болу керек деген пікір. Көп адам 140-90 көрсе, бірден қауіпті, тез дәрі ішу керек деп ойлайды. Бірақ бұл әрдайым дұрыс емес. 140-90 гипертонияның шекарасына жатады. Бірақ бұл автоматты түрде бәріне бірдей дереу дәрі бастау керек дегенді білдірмейді. Ең алдымен адамның жасы, салмағы, өмір салты, қосымша аурулары ескеріледі. Мысалы, жасы үлкен, артық салмағы бар, қозғалысы аз адамда қысымның сәл жоғары болуы жиі кездеседі. Бұл ағзаның бейімделген деңгейі болуы мүмкін. Ал 120-80 сияқты идеал көрсеткіш көбіне жас, арық, белсенді адамдарға тән. Сондықтан барлық адамға бірдей қысым норма деп айту қате. Әр адамның өзіне тән қалыпты қан қысымы болады. Яғни өзін жақсы сезінетін деңгейі. Мысалы, кейбір адамдардың қысымы бала кезінен төмен болады. Оларды гипотоник деп атайды. Кейбір адамдарда қысым табиғатынан сәл жоғарырақ болады. Бұл да қалыпты. Ал көптеген адамдарда әсіресе 40-45 жастан кейін қысым біртіндеп сәл көтеріледі. Бұл да қалыпты физиологиялық процесс. Яғни бұл ауру емес, ағзаның табиғи өзгерісі. Ал қан қысымына қарсы күнде дәрі ішу тек мына жағдайда қажет болуы мүмкін. Егер қысым тұрақты түрде ұзақ уақыт 150-ден жоғары болып жүрсе, бұл жай ғана бір рет көтерілді деген жағдай емес. Бұл ағзаға ұзақ уақыт түсіп тұрған жүктеме. Мұндай кезде жүрекке күш түседі. Ми тамырлары зақымдалуы мүмкін. Бүйрекке зиян келеді. Сондықтан мұндай жағдайда дәріні тұрақты қабылдау асқынулардың алдын алу үшін қажет. Екінші маңызды жағдай қысым жоғары болып белгілер берсе. Мысалы, бас ауруы, жүрек тұсының ауруы, ентігу, жүрек айну, көз қарауыту, бас айналу. Бұл белгілер ағза жоғары қан қысымын көтере алмай жатқанын көрсетеді. Яғни бұл жерде қан қысымы тек сан емес, нақты әсер беріп тұр. Мұндайда да дәріні тұрақты қабылдау керек. Бірақ маңызды нюанс бар. Егер қысым кейде ғана көтерілсе, мысалы стресс, шаршау кезінде және тұрақты болмаса, бірден күнделікті дәріні қабылдауды бастау міндетті емес. Алдымен бірнеше күн, тіпті апта бойы бақылау, өмір салтын түзету, тұзды азайту, қозғалысты арттыру жасалады. Ал дәріні тұрақты ішу, қан қысымы тұрақты жоғары болғанда немесе ол ағзаға нақты зиян келтіре бастағанда ғана қажет. Ал жай ғана бір реттік көтерілу бұл әлі нақты диагноз емес. Бағдарламаның соңында тағы бір маңызды нәрсені еске салғым келеді. Қан қысымын дұрыс өлшеу өте маңызды. Өйткені қате өлшенген нәтиже сізді негізсіз қорқытып, немесе керісінше нақты мәселені жасырып қоюы мүмкін. Ең бастысы қысымды асығыс, жүріп бара жатып немесе физикалық жүктемеден кейін бірден өлшеуге болмайды. Мұндай жағдайда ағза әлі жұмыс режимінде болады. Жүрек жиі соғады, тамырлар тарылып немесе кеңейіп тұрады. Сондықтан көрсеткіш жоғары немесе дұрыс емес шығуы мүмкін. Дұрыс өлшеу үшін алдымен кемінде 5 минут тыныш отырып демалу керек. Арқа тіреулі, аяқ еденде толық тұрғаны дұрыс. Қол жүрек деңгейінде болуы керек. Өлшеу кезінде сөйлеспеу, қозғалмау маңызды. Егер сіз шаршап, ашуланып немесе асығып тұрғанда қысымды өлшесеңіз, көрсеткіш жалған жоғары шығуы мүмкін. Бұл шын гипертония емес, тек уақытша реакция. Сондықтан дұрыс қорытынды жасау үшін қысымды әрдайым тыныш жағдайда бірнеше рет өлшеп барып бағалау қажет. Бүгінге осы. Өзіңізге пайдалы болған дүниені өзгелермен де бөлісіңіз. Мүмкін бұл біреудің денсаулығын сақтап қалар. Сау болыңыздар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.